Қаламыздың сайлау учаскелерінде мүгедек адамдардың дауыс беру үшін барлық жағдайлар жасалған. Абай аймақ медиа холдингінің шығармашылық тобы Семей қаласының зағиптар және нашар көретін азаматтарына арналған Шамшырақ клубында орналасқан номері 240 сайлау учаскесінің жұмыс барысымен танысуға келді. Міне бүгін Қазақстан Республикасы президентінің сайлауына байланысты біздің адамдар, мүмкіндік шектеулі азаматтарымызда белсенді қатысып жатыр. Олар да өзінің таңдауын беріп жатыр. Енді негізінде өзім ойлаймын, біз мына ішкі саясат болсын, сыртқы саясат, экономиканың дамуына байланысты, тұрақтылыққа байланысты біз өз таңдауымызды беріп жатырмыз. Бәрібіріміз түсінеміз, бізге не қымбат? Бізге бейбітшілік қымбат, бізге баршылық, амандық қымбат, еліміздің амандығы, ұлтымыздың тұтастығы қымбат. Сондықтан енді бәріміз сондай осындай саясатты түсініп, өз таңдауымызды беріп жатқан жағдайымыз бар. Енді мүмкіндік шектеулі азаматтарға біздің мына клуб Шамшырақ клубына келетін болсақ, біздің жұмыс толықтай қатысып жатырмыз. Дауыс бердік деуге де болады. Және де біздің жұмысқа қатысатын осы көркемөнерпаздар ұжымы болсын, осында қазақ соқырлар қоғамының мүшелері бар. Солардың бәрі бір тұтастай дауыс беріп жатқанын көріп отырмыз. Жаңа өздеріңізде жаңа байқағандай анау жағдайлар біраз жасалған, трафареттер бар, брайльша жазылған. Одан кейін көмекшілер бар. Солардың бәрі келіп көмектесіп бізге дауыс беруге жағдай жасап жатыр. Семейдегі сайлау учаскелерінде мүмкіндігі шектеулі жандар өздерінің конституциялық құқықтарын пайдалана алу үшін жағдайлар жасалған. Дауыс беру орындарында мүмкіндігі шектеулі адамдардың қажеттіліктерін ескеретін жекелеген мүмкіндіктер көзделген. Сайлау учаскелерінің барлығы арнайы құлаққаптармен жабдықталған. Сайлау туралы ақпарат трафареттерде брайль шрифтімен қолжетімді. Сонымен қатар қосымша жарықтандыру мен үлкейткіштер орнатылған. Ал қажет болған жағдайда сурда аудармашылар жұмыс істейді. Бүгінде қалада ерекше қажеттіліктері бар сайлаушыларды тұрғылықты жері бойынша учаскеге бару мен кері қайту үшін 11 инватакси жұмыс істеуде. Сонымен қатар қалада үйде дауыс беру үшін учаскелік комиссияның жұмысы ұйымдастырылады.